Ассалаумағалейкум. Армысың қазақ елі, сіздермен бірге Сұлтанбек және қазақша YouTube арнасы. Бүгінгі бейнеде мен сіздерге қазақ хандығының қандай мемлекеттермен одақтас және жақсы қарым-қатынастарда болғанын барынша сіздерге түсінікті қылып түсіндіруге тырысатын боламын. Негізі бұл тақырыпты көпшілік тарихшылар, көпшілік былайша айтқанда блогерлер түсірмей жатады. Бүгінгі бейнеде мен сіздерге осы туралы барынша нақтырақ айтуға тырысамын. Бейне басталмас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, барынша өз қолдауларыңызды білдіре отырыңыздар. Жалпы көпшілік Қазақстан тарихы кітаптарында біздер қазақ хандығының көршілес мемлекеттермен қарым-қатынаста болғанын, ал басқа мемлекеттермен былайша айтқанда қандай қарым-қатынаста болғанын, ол туралы ешқандай көп ақпарат жазылмаған. Жазылса да тек бір-екі сөйлем жазылуы мүмкін. Бірақ оған адам көп мән бере бермейді. Сол себепті қазіргі кезде жастар, үлкен кісілер, былайша айтқанда әртүрлі жастағы адамдар қазақ хандығын жабық саясат ұстанғандай көреді. Бұл менің ойымша дұрыс емес. Негізі Қасым хан дегенде есімізге бірден қазақ халқының санын 1 миллионға жеткізген және тұрақты әскерін 200 мыңнан асырған қазақ ханын есімізге түсіреміз. Бірақ Қасым ханның тұсында қазақ хандығы Батыс Еуропамен қарым-қатынаста болғанын білдіңіздер ме? Иә, бұл да сіз білмеген ақпарат. Қазір сіздерге бұдан басқа тағы да көптеген ақпараттарды келтіремін. Тағы да бір сіздер білмейтін қызықты ақпараттардың бірі бұл Иранның шахы, сол кездегі Аббас II деген билеуші біздің қазақ хандығының ханы болған Тәуке ханға хат жібергені туралы білдіңіздер ме? Бұл туралы көпшілік тарихи кітаптарда, тіпті қазақ мектептерінде айтылып та жазылып та жүрмейді. Бұл өте өкінішті. Тіпті сол ирандық шах Аббас II Тәуке ханға хат жіберген болатын. Қазір сіздерге сол хаттың қазақша аудармасын оқып беретін боламын. Әл-Авал айында Исфахан шаһарында Жәңгір ханның ұлы қазақтардың билеушісі Тәуке ханға хат деп жазылған. Аса мейірімді әрі даңқты сұлтан билігінің иесі ұлы хан Тәуке ханға аса құдіретті жаратқан иенің сүйіспеншілігіне бөленген Шыңғыс әулетінің ұлы ұрпағы, билік пен даңқтың иесі тақ билеушісі ұлылық пен халық қорғанына өзара достық пен тығыз қарым-қатынасты білдірмек мақсатта жазылды дейді. Бұл жазба патшалардың патшасы билік пен даңқтың шарықтау шегінде отырған аса бақытты әрі қайырымды уақытта жазылып отыр. Осы хаттың мейірімді иесі әміршінің сеніп көрсеткен жазбаның шынайы әрі ынтымақтастық мазмұнына иланып қайра жауап беретінінен үмітті. Әмірші тарапынан біз жаққа назар түссе, ол күннің нұрының шыны дысқа шағылысқан сәтінде аса жарық, аса маңызды құбылыс болар еді. Осы құбылыс орнаған сәтті екі ортада достық пен махаббат салтанат құрып, сенімсіздік пен күдіктің пердесі жойылып, қос тараптың талаптары өзара келісім бойынша қанағаттандырылмақ. Осы жазба арқылы біз сіздің ұлылығыңызды мойындай отырып, гүлденген елдің салтанат биігіне көтерілген сәтінде өзара достықты нығайтып, соғыстардың алдын алуды көздейміз. Егер сіз оны ұсынысымызды мақұл көрсеңіз, біз әмәнді игілік пен достық жолына адал ұстанымда болуға ниеттіміз. Сұлтан әулетіне және аса ұлы әміршіге даңқ пен күш, ұлылық сәулесінің ұлғаюын және бақытты күндерін тілейміз деп жазылған. Ал достар, осы хаттан көріп тұрғандарыңыздай, Иран шахы 2-ші Аббас осы Тәуке ханға достық қарым-қатынасын сақтау ретінде хат жіберілгенін нақты осы хатты оқығанда біле аламыз. Бұл арқылы біз тағы да
қазақ хандығының басқа да мемлекет елдермен жақсы қарым-қатынаста, былайша айтқанда дипломатиялық қарым-қатынаста болғанын біле аламыз. Себебі көпшілік адамдар қазақ хандығын былайша айтқанда жабық ел сияқты қылып сөйтіп көрсетіп жатады, бірақ олай емес. Қазақ хандығы көршілес көптеген елдермен тығыз қарым-қатынаста болған, сауда-саттық тағы да басқа қарым-қатынастарды, достық қарым-қатынастарын жақсы орнатқан болатын. Сол үшін қазақ хандығы жабық саясатта болды деген сияқты өтірік стереотиптерді былайша айтқанда жоққа шығаруға толықтай бізде факт пен дәлелдер, деректер бар деп айта аламын. Негізі Тәуке хан бұл хатты 1711 жылы Ресей мен османдықтардың арасында бейбітшілік шарты жасасқаннан кейін барып жіберген болатын. Және бұл хаттың былайша айтқанда қысқаша айтып кеткенде мақсаты Ресейдегі башқұрт халқының қорғау, сол башқұрт халқына көмектесу. Неге десеңіздер, башқұрт халқы өздеріңіз білетіндей бізге жақын халық, бауырлас халық, және де оларда түркі тілдес, түркі халықтарына жатады. Және олардың діні де бір ислам сүнниттік ханафи мазхабы болып табылады. Дәл солай біздің қазақ хандығында да сүнниттік жолдағы ислам діні ханафи мазхабында дәл осылай османдарда да солай болды. Негізі жалпы бұл хаттың мақсаты қазақ-түрік одағын құру болатын. Сіздерге нақтырақ түсінікті болу үшін осы хатты оқып берейін. Ал достар, оқи бастайын. Хат билеушіні бірінші мадақтаумен бастаған. Басында былай жазылған: атақты һәм даңқты бойында ұлылық пен әділдік, абырой мен мейірбандық бар екі қасиетті қаланың иесі, Мекке мен Мәдина шариғат бойынша бір ауыздан таңдалып діннің жанашыр ретінде белгілі болған мәртебелі Осман ханның ұрпағы Ахмет хан. Және одан кейін қазақ хандығы мен Осман империясының дін жағынан бауырлас екенін айқындап осылай тоқталып кеткен. Сіздің шын досыңыз Ташкенттегі Афрасияптың тағында отыр. Менің құзырымдағы адамдар және иелігімдегі жерлер Түркістан, Әндіжан, Сайрам, Қарақалпақ және басқа да халықтар таңның атысы мен күннің батысы шариғат бойынша құлшылық етеміз деп жазып кеткен. Одан ары нақты шаруа жайында жазған, нақты сол мақсаты жайында. Бұл жазуда біздің хандығымыз бен Мәскеу князьдігінің арасында естек аталған иелігіміз бар. Және ака аштак деп берілген бір сөз бар. Бұл бүгінгі башқұрт жері болуы мүмкін, нақты енді белгісіз, бірақ соған ұқсастау сөз. Оның тұрғындары бәрі сүннет жолын ұстанушылар. Бұрын бұл жерді Мәскеу талқандап өзінің иелігіне қосып алған еді. Сол кезден бастап олар Мәскеуге салық төлеумен жүр. Енді бұл халық өзінің әскері және байрағын алып бізге қоныс аударып жатыр дейді. Бізге көмек қолын созсаңыздар, есіктің 8 қаласын дінсіздерден азат етіп, мұсылман бауырымызға көмектесе аламыз. Егер тізе қосып аттансақ, Мәскеуге айтарлықтай зиян келтіруге болады деп нақты жазып кеткен болатын. Бірақ өкінішке орай бұл қазақ-түрік одағы жүзеге аспады. Нақты не үшін, неге құрылмағаны әлі дұрыс белгісіз, нақты белгісіз. Бұған енді көптеген себептер болуы мүмкін. Ол кезде османдықтар басқа елдермен қалай соғысып, басқа елдермен жағдайы қиын болған болар, мүмкін тағы да басқа себептер болуы мүмкін. Бірақ жалпы бұл хат туралы әрбір қазақ білу керек деп ойлаймын. Сол кездегі қазақ хандығында ислам дінінің берік болғаны және де қазақ хандығының территориясының қандай үлкен масштабта екенін біле аламыз. Бағана мен хатта оқып кеткенімдей, Түркістан,
Қарақалпақ, Ташкент жерлері қазақ хандығының құрамында Тәуке ханның иелігінде болған еді. Ал достар, осымен бейнеміз аяқталды. Сіздерге көбірек ақпарат бердім деген ойдамын. Келесі бейнеде қандай тақырыпта түсіретінім туралы пікір алаңға жазып кетсеңіздер болады. Барынша барлығына жауап беруге тырысатын боламын. Сіздермен болған Сұлтанбек және қазақша YouTube арнасы. Сау саламатта кездескенше сау болыңыздар.